Ұстаз балаға терең білім беріп, заман талабына сай ақпараттық коммуникациялық технологияларын меңгертіп, оның жетістіктерін сабақ үдерісінде тиімді пайдалана білуі тиіс. Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер арқылы өткізген әрбір сабақ оқушылардың ойлауына және қиялына негізделіп келеді. Баланың тереңде жатқан ойын дамытып, оларды сөйлеуге үйретеді. Осының айғағы ретінде сіздерге өзімнің 5-ші сыныпта өткізген информатика сабағын ұсынғым келеді. Бір қызыл, бір қара қалу керек, сосын екі көк-көкпен отырған. Осы маркерларға көңіл бөлеміз. Бізде маркерлардың ішінде жалғыз бір маркер бар, ол бізде жасыл маркер. Бұл бізде Бекболат. Бекболат, сен бізде көшбасшы боласың, сыныптың көшбасшысы. Одан кейін бізде қызыл маркерлар бар. Көтереміз, кімде қызыл? Жақсы, онда бізде Алтынгүл мен Сұлтан, ол бізде топ басшылары болады. Және де бізде қара маркерлар бар. Қара маркерлар бұл топтың жаңағы спикерлері болады. Сіздермен өткен тақырыптарды қайталап алайық. Ойын берілген. Бұл ойын жаңағы бильярд деп аталады. Енді қандай сан қалды? Айкен? 6-шы. WordPad мәтіндік редакторы дейміз. Не ол? Не үшін қажет? WordPad редактор ол мәтін теруге арналған. Ол терген мәтінді копировать етуге және көшіруге және жазу шрифтін да өзгерте білемін. Осыдан келіп, біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Мәтіндік және графикалық. Қане қол көтеріңіз, Бекболат. Мәтіндік және графикалық ақпараттың өңдеу. Жақсы. Ал енді дұрыс айтасың, бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде мәтіндік және графикалық ақпаратты өңдеу. Енді ал бүгінгі сабақтың мақсаты қандай болады деп ойлайсыңдар? Аймира? Біз мәтіндік және графикалық ақпарат деген не екенін білу керекпіз, және оны бекіте білу керекпіз. Біз оған қатысты ақпараттар алып, оны мәнісін түсіну керекпіз. Оған қажетті мысалдарды өңдей білу керекпіз. Жақсы, дұрыс айтасың. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндік және графикалық ақпарат ұғымдарымен таныса отырып, оны өңдеуді үйрену. Жақсы, онда бүгінгі сабағымызда 2 сұрақ бар. Ең бастысы ол мәтінге линия және графика. Топтық жұмыс оқушыларға бірігіп жұмыс істеу мүмкіндігін тудырады. Ұйымшылдыққа тәрбиелейді, оқытуға, бірін-бірін үйретуге жағдай жасайды. Тексеру үшін біз сендермен аквариум әдісі бойынша өз жұмыстарымызды қорғаймыз. Тыңдап болғаннан кейін бағалайсыңдар. Мәтіндік редактор ол алфавиттік, цифрлық және де басқа символдардың жиыны. Мәлімет сақтайтын физикалық құрылғылардың ақпарат осы символды түсіндірген Жұмысты бағалайды. Қалай бағалайсыңдар? Көтереміз, жоғары қарай көтереміз. Жақсы. Бекболат, неліктен сары түсті көтерді? Айында көп кідірістер жасады. Аймира осы жақсы айтты. Содан бұл айды айтқан кезде мен түсінбей қалдым. Содан бұл жартылай түсіндім, жартылай түсінбедім. Сары түсті көтерді. Жақсы, молодец. Графика бұл бейнелеу өнерінің бір жанры. Кескіндеме жанрында түспен бояу басты рөл атқарады. Неліктен сары түсті таңдап жатырмыз біз? Айкен? Қағазға қараймын деп, өздері кідірістеп, оның кішкене түсініксіз әрбір мағынасы. Анша түсініксіз болды. Жақсы. Акане? Және кішкене көңіл күймен айту керек еді, ашық айту керек еді. Өздері түсінгендіктерін өздері бізге көрсеткендей болу керек еді. Бұл жерде сендерге кім қанша өмір сүреді деген сұрақ тұр. Бұл сұраққа жауап алу үшін сендер қазір өздерінің оқулықтарымен жұмыс жасайсыңдар. Оқулықтан қарап,
компьютерде жұмыс жасаймыз. Ғұлама ғалым Әл-Фараби адам мақсатына өзін өзі жетілдіру арқылы жетеді және адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты деп ой түйген екен. Ғалымның бұл пікірі оқушы мен мұғалімге тікелей байланысты деуге болады. Шынымен де мұғалім жақсы мінез құлқы оқушыға дариды. Мұғалім оны оқыту үдерісінде қолданған әдіс тәсілдерінің барысында іс-әрекетінің нәтижесінде байқатады, ал оқушы оқу барысында бойына сіңіреді. Енді қазір сендердің жұмыстарыңды көру үшін біз тақтаға көңіл бөлейік. Қазір біз кез келген суретті ашып, сол балаға сөз берейік. Отбасы адамның өте маңызды, өте жауапты жан дүниесі. Себебі отбасыда адамның бақыт, толық мәнді тыныс тіршілік әкеледі. Менің отбасымда әркімнің өз қызметі бар. Менің отбасым аса кіші де емес. Отбасымда мен, әжем, анам, әжем, ағам, жеңшем, сіңілім, інім бар. Інім балабақшаға барады. Ал сіңілім нөмір 2-ші мектепте оқиды. Әжем ол өте әдемі киімдер тоқиды. Мен сабақтан сіңіліммен келіп әжемнен тоқуды үйренемін. Қандай жұмыс істедің сен айтты? Не істедің бұл жұмыста? Microsoft Wordпен жұмыс істеді. Және Paint бағдарламасын ашып, ағашты сыздым. Салдың, не? Салдым. Жақсы. Сосын не істедің? Сосын Word арқылы мәтін тердім. Жақсы. Және үшінші тапсырмада? Үшінші тапсырмада өзімнің отбасының суреттерін қиып ағашқа орналастырдым. Өте жақсы, отыра ғой. Енді барлық ойымызды жинақтау үшін тақтаға назар аударайық. Қараңдаршы балалар, бұл жерде сендерге алтын қазына деген ойын берілген. Бұл жерде жасырылған сөздер бар. Сол сөзді бөліп қою керексіздер. Символ сөзі мәтіндік ақпарат және редакторға жатады. Оқимыз. Өшіргіш қандай ол? Графикалық ақпарат және редакторлар. Қалған сөздерді бөліп тасташы бізде бар. Adobe Photoshop. Ол графикалық ақпарат. Балалар, сендерге бағалау парағы берілген болатын. Балаларында қойып шығып, мына жерге жалпы ұпайын айтсаңыздар. Аймира 10. Сұлтан 8. Барлығымыз өз бағаларымызға қарайық. 4, Айкен 5, Акрам 4, Жангир 5, Алтынгүл 4, өз тобына жауап тоқталсаң. Біздің топ бүгінгі сабақ қатынады. Біз постер сызғанда бірге жұмыс істедік, бірақ кей кезде кеспей қалған жерлеріміз болған, бірақ сол қиындықтардан біз өттік. Сондықтан бүгін барлығымызға бүгінгі сабақ ұнады деп айтамын. Мәтіндік редактормен және графикалық редакторды көбірек әсіресе білу алдық. Сабақ өте қызық өтті. Сабақтың басында айтқан мақсатымызға жеттік. Әрбір бала өз бағасын жақсы алды деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Акрам бүгін өте белсенді басты ол өзіне кем баға қойды. Неліктен Акрам қалай? Тағы сұрақтарға жауап бермедім, мақсатын айтпадым. Бірақ мен постерді қорғауға шықтым. Мен өзіне орташа баға қойдым. Неге Алихан жақсы қатысты, ал өз бағасын төмендетті? Алихан алатауыш. Мен сұрақтарға жауап берген жоқпын және ТВ бағдарламасына қатысқан жоқпын. Және постер қойған жоқпын. Оның туралы бізде мәтін деген тақырып болды. Мен оны қойған жоқпын. Сол үшін өзіне бағанда кемекпін. Сонда неше алдың сен? 4 деген баға қойдың. Екі жұлдыз бір тілек, ал
келесі бетіне өздерінің көңіл күйлерінде суретін салып осы 7 модульді сабағымда қолданған кезде сабақтағы көрініс, оқушылардың көзқарасы мен оқу үрдісіне қатысты орын алған өзгерістерге, оның ішінде оқытуды бағалау және оқу үшін бағалау модуліне тоқталғым келді. Бұл бізге тек қана оқушының білім деңгейі мен жетістіктер туралы ақпарат беріп қана қоймай, оқушылармен кері байланыс орнату құралы болып табылады. Осымен сабақ аяқталды. Қатысқандарың үшін рахмет. Сау болыңдар.